Ассалаумағалейкум қазақ елі. Оразаларыңыз қабыл болсын. Қалдарыңыз қалай? Сәресін ішіп, Өскемен, Ташкент деген жолға Құдай бұйырса шықтық. Қарап отырыңыздар, жолда қаншама жанармай кетеді, қандай дәмханаларға кіру керек. Кейбір адамдар сондай сүрішеді ғой, блогерлар. Сондай бізден де енді көретін боласыздар. Кеттік. Мынандай Истима деген Тойота Истимамен кетеміз. Бұйыртса алыс жолға шықтық. Міне ағайын, барлықтарыңыз күндеріңізге сәттілік. Ал біз кеттік. Ассалаумағалейкум. Сағат 5:02. Жанармайды толық құйдық, чепілдетіп кеңірдегіне дейін толтырып 0 шақырымға қойдық. Ары қарай кеттік. Далада +3 градус Өскеменнен шықтық. Өскеменнен шықтық, Құдай бұйыртса. Жол аяғына дейін жасалды дейді. Қарап отырыңыздар, көріп отырыңыздар. Жол-жөнекей қандай Өскемен Алматы жолы жөндеуден өтті, көреміз. Қалбатау әріптері жұлқап дейе, Қалбатаудың кіреберісіндегі маңдайшасын деп айтам, арка деп айтам, қалай айтам. Арканың қазақшасы қалай? Кіреберіс деп айтса болады негізі. Қалбатауға келдік. Сағат 6-дан 10 кетті. 5-те шыққанбыз. Орташа жылдамдық 100 шақырым 1 сағатта. Асықпай келе жатырмыз. Жаңғыз төбе деген ар жағында жел қапалақтары тоқ өндіретін. Бірақта бар жақтағы екеу үстеме тұр. Екеу. Жолдар баяу бер осылай. Қазақ жерім, Аягөздің жанында келе жатырмыз. Бұйыртса 22 шақырымнан кейін Аягөзге таяп қаламыз. Қандай керемет шырым дейді, қат қалар ғой қар. Еркін жылқыларды қарап тұрасың, жақындап тұр. Қаншама жылқылар жүр жайды. Керемет көрініс, иә? Қарашы. Кен дала, жылқылар, құлындар тұлыпты көрдің ба?
20 шақырым қалды. Мына жолды және де жасап жаңартқан біткеннен кейін жаңартылды. 50 шақырымға азайып қалды жол. Жақсы болды. Кезінде 350 шақырым болып еді, қазір 300 шақырым. 50 шақырымды қиып тастады. 3 сағатта, 3,5 сағатта Өскеменнен Аягөзге жетуге болады. Ары қарай жүре береміз. Аягөзге кіре бересіз көрсетеміз. Siz жиналыс күтіп тұр, уақыт аз, тездетіп. Жол белгісі. Сіз аз Мына жерде 50 кетіп бара жатсам мен ешкімді көрген жоқ. 110 бәрі қайда жүр? 50 деген белгіге қалып тұр ғой деген. Саған сұрақ қойсам болады? Сұраңыз. Аягөзді тартып көрсеңіз, Аягөзге таяп. Саған дәл қазір болып келіп, ертең өлесің десем, сен не істейді? Жасаған күнерім үшін Алладан кешірім сұраймын. Шынқожа деген, Шынқожа ауылында айналма жолын жасап бітіпті. Керемет. Тағы да бір уақыт үнемдеу. Айналма жолда. Керемет. Мына жақта қар талай жауыпты, талай күрепті, талай алқаған ғой мынау кезінде. Қарашы. 19 наурыз 25 жыл. Айналма жол. Ауылдың ішінде 60-пен жүру керек. Ал мына жерде 100-мен жүре бересің. Айналма жол. Жолы да теп-тегіс. Шынқожаның ішіндегі жол шұңқыр-шұңқыр, қисық-қисық. Әне ал, көрсетіп жүр. Осы ауылдың ішінен енді жүрмейміз деп қана сыртымен жақтап көрсетіп жүр. Қана сыртында айналма жолмен өтіп бара жатырмыз. Жақсы, тағы да жол қысқарады. Алдыда қар түсуші. Қалай үлгерген қара. Абай облысы. Қараш, мына жерде жаман ұрлапты, иә қараш. Жол жабылған. Ау, Жол жабылған. жабылған осы жер, иә? Жабылып жүрді. Күрегенше жабылған. Қатты жел. Аллах жол. Таскескенге келдік. 403 шақырым жүрдік. Міне. Шепілдетіп отырып құйдық. Сонымен 39 литр кетті. Сонда шамамен 9 литрдей жеп келді. 400 шақырымға 8.000 теңге. Дала маркет дегенге келдік. Мына жақта бәрі жинап жатыр, бәрі тазалап жатыр. Бәрінен де сен сұлу деген өлеңдер қосылып жатыр. Дала маркет келдік осыған. Қазір төлеймізді, ары қарай жүреміз. 400 шақырым жүрдік, Таскескен. Ана және работниктарға берген немене? Мына жұмысшыларды қараңыздаршы, күзетшілер терезені жуып жатыр. Дала маркетте. Дәретханасына кірейін десем, дәретханасы бітеліп, оу жаным. Жей ғой, шұжық жей ғой. Дәретханалар бітел қапты. Қайтадан. Енді басқа жерге барамыз, енді дәретханаға кіріп шығайын деп едім, болмады. Өкінішке орай. Қашан өз дамимыз,
сыпыратын, даланы сыпыратын сібірткілер түрлері. Анандай бере ма сібірткі далаға? Иә. Жарайды. Мына жерде бір өздерінің даладағы дәретханасы болған, оны алып тастады. Өкінішке орай. Енді жарайды, кеттік. 39 литр бензин сыйды. 403 шақырым жүрдік. Енді ары қарай кеттік. Бісміллә деп Үшаралға дейін. Құдай берсе жол болсын. Құдай бұйыртса Жетісу облысына кіріп келе жатырмыз. Сағат 9:30 болды. Жетісу облысына кіріп келе жатырмыз. Және бізді осы кеткен бағын жаппай қойды де мынау. Қайта оза береді, тоқтайды. Біз ақырындап келе жатырмыз. Мына жерде 50 деген жол белгілерін қойған, 50 мен жерде ешкім жүрмейді ғой негізі. Мына екі кесте қарасам 100 деп тұр, біз 100-бен келе жатырмыз. 100 деп тұр. Ана жол белгілерін алып тастау керек. Үшаралға келдік. Үшаралға да кірмейтін болдық. Не, айналып өтеміз. Ағайын. Айналып өтетін жол. Алсаған тоқтай тұр. Алматы. Түсіп кетеміз. Үшаралға айналып шығатты, мына көпірмен кетеді ары қарай. Жетісу облысында 10 градус жылы екен. Қардың бәрі кетіп, қаудаған қалды қар. Жақындата еп көрсет жаңа камера. Саған отырып өтін шаралары. Ауасы қызық болып тұр, е? Талдықорғанға 310, Алматыға 578 шақырым. Кетіп бара жатырмыз. Үшаралдан өттік. Әдемі көрінісі, иә? Оқай ауыл екен. Жарайды отыра ғой.
бағытта екі жолақ, тарама қарсы бағытта екі жолақ. Керемет. Осындай қауіпсіздік жолға шықтық. Талдықорғанға келдік. Мәссаған, мынау жынды ғой деймін. Неге толып кетті мұны? Толмай құйған сияқты едім. Жауып қайтадан ашқа қалсам, кіті ақ кетті. 7486 теңгеге құйдық Таскескеннен Талдықорғанға дейін. Ендігі келесі Қапшағай, ары қарай Алматы, Құдай бұйыртса. Алматыға 254 шақырым қалды ағайын. Бұйыртса келе жатыр. Талдықорған оң жақта. Талдықорғанында жетіп тұрған жоқ қой мына жерде орысша бәрі. Услуги спецтехника, экскаватор бәрі орысша жазылып тұр. Асхана жарайды жазылып тұр. Восточная кухня деп. Көрек, маған шыға берісіндегі ана үлкен маңдайша дейді ғой. Сол ұнайды Талдықорған. Қазір көреміз. Керемет қып жасағанда мына шыға берісті. Көлемін қараңыздар. Сәтті сапар деп жазып қойыпты. Бірақ та латын әріптерімен жазған. Латын әріптері әлі кіргізілмеген ғой негізі. Бірақ та соны сәтті сапар деп жазып қойыпты. Бірақ та өз әлемі үлкен. Талдықорғаннан 350 метрден кейін жылдамдықты бақылау камерасы. Шектеу сағатына 40 километр. 40 дейін ба? Құдай бұйыртса Талдықорғаннан шығып кел жатырмыз. Айналмай, күрек жаман екен, я? 40 дейді, 40-пен жүрек. Әйтпесе мұна бейне камералардың бәрін көрдіңіздер ғой. Алматыға жеткеншекте байқап жүрмесін. Қаншама айып бұл жинап алған болады. Табы ешті қой дейм, е? Даш ме? Он жағын. Ешті. Коттеджный городок деп орысша жазып қойыпты. Талдықорған не болып қалған сендерге? Коттеджный городок деп жазып қойыпты таза орысша. Сол 250 шақырым қалды Алматыға бұйыртса. Сағат 2:22. Қалада 22 градус жылы. Жап-жасыл болып шөпшік келіп жатыр. Өскемен болса бізде қарады, е? Бетон жолына шықтық. Алматыға 105 шақырымда бетон жол. Өлді деген кәдімгі. Алдында да Алматының газын қараңыздар, ар жағындағы Алатау көрінбей жатыр. Алматыда жетісіп тұрған жоқ. Көліктің газы және де жылу қазандықтардың газы. Көріп тұрмын негізі, ар жағында газ қараш. Кәдімгідей түк көрінбейді, я қараш. Қазір Алматыға кіре берісте түсіреміз, сонымен біздің Өскемен Алматы сапарымыз бұйыртса аяқталады. Қараш, тау әрең көріп тұрсың ғой, жақындап түсірші.
19 шақырым қалды. Қапшағайдан Алматыға дейін 140 шақырым сағатына рұқсатталған жылдамдық. Біз асықпай 112-мен келе жатырмыз. Ауыз ашар бүгін сағат 6-да кетер болады дейді, соған дейін жетсек болды. Жүріп тұрсыншы жап-жасын. Иә. Қалай, иә? 21 градус жылы. Бір Қазақстанда жүріп, иә? Бір Қазақстанда жүріп, шығыс Қазақстанда 1 метр қар жатса, мына жақта шөп жап-жасыл болып шығып келе жатыр. Ал енді Алматыға кіре берісте ақылы жолдарды төлейтін орынға келдік. Алдын ала Каспий арқылы ақшасын төлеп қойдық. Артығымен қайтарғы жолға да жететін сияқты. Енді қазір көреміз қалай болады. Ашыла ма? Әлде Каспийімді ашып қайтадан төлеу керек па? Төле қойғамыз негізі. Алдын ала төлейм. Каспийде ақша тұр. Енді мынау жібере ме, жібермей ме? Көрейік. Қош келдіңіздер дейді. Қара не жерде? Қош келдіңіздер дейді. Бәсе 699 ашық дейді. 230 теңге алды. 233 теңге, иә? 230 теңге. 230 теңге алды. Өскеменден Алматыға дейін. Қалдық деді. Қалды емес, алды. Әлде қалды ма? Қалдық деп жазып тұрды. Болды. Бұйыртса келдік. 27 шақырым қалды енді. Сонымен Алматыға келдік. Бірінші күн осылай аяқталды. Сағат 4:57. Таңертең 5-те шыққанбыз. Қазір 17:00. Сонымен тура 12 сағатта Алматыға келдік. Жылдамдықты асырмай жүргенде осылай болады екен. Жарты сағаттай жолда бірес тамақ ішті. Жанұям. Бірінші күн осылай. Ассалаумағалейкум. Алматының кептелесінде тұрмыз баяғы.